Алтыншы сынып. Үшінші тақырып. 5-6 сабақтар. Толағай тауының тарихын айтшы. Үшінші тапсырма. Тау жақындап қалды келіп, бұйраланған бұлт еңсеріп. Таңдан ысты көрген адам, әлден кейін танылды анық. Толағай деп шулап халық. Қуанбаған қалмады жан, құйды жаңбыр, сел бұбақты. Күн күркіреп шатырлатты, күйген жердің кірді жаны. Шөлдегендер суға қанды. Ауыл қайта ажарланды, тарқады елдің бір құмары. Әбділда Тәжібаев. 4-ші тапсырма. Саржан деген аңшының әйелі Айсұлу ұл тауыпты. Балаға Толағай деген ат қойыпты. Толағай күн санап өсіпті. 4 жасында ол нағыз батырға айналыпты. Әкесімен бірге аңға шығып, атақты аңшы атаныпты. Бір жылы жаңбыр жаумай, қуаңшылық болады. Толағай анасынан: «Жаңбыр қай жерге көп жауады?» деп сұрайды. «Тарбағатай тауында жаңбыр көп жауады», дейді анасы. Толағай Тарбағатай тауларына барады. Бір тауды арқасына салып көтереді. Ұзақ жүреді, бірақ шаршамайды. Адамдар жақындап келе жатқан үлкен тауды, оны көтеріп келе жатқан Толағайды көреді. Сол кезде жаңбыр жауады. Халық «Толағай» деп айғайлап қуанады. Толағай шаршайды. Абайсызда аяғы тайғанап құлайды. Толағай таудың астынан шыға алмай қалады. Гүрілдеп тау жылайды. Оның көз жасы селдей ағады. Содан бері бұл тау Толағай деп аталады. Уважаемые зрители, полный конспект урока с выполненными заданиями и переводом на русский язык вы можете приобрести на WhatsApp по номеру, указанному на вашем экране. Цена и качество вас порадуют.